Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен үй жағдайында өте оңай жасалынатын, сонымен қатар ағзаға өте пайдалы шырынның рецептімен бөлісемін. Менімен бірге дайындап көріңіздер. Ол үшін видеоны соңына дейін көріп, тіркелуді ұмытпаңыздар. Ол үшін бізге сәбіз және алма қажет болады. Кез келген алманың түрін пайдалана берсеңіздер болады. Қалай турасаңыздар да маңызды емес, бізге ең бастысы тез пісу қажет. Құрттаған жерлерін және ортасындағы дәндерін алып тастаймыз. Алманың адам ағзасына пайдасы өте көп. Сол үшін де күнделікті кішкентай бала болсын, үлкен кісі болсын, алманы пайдаланған дұрыс. Ендігі кезекте сәбізді турап шығамыз. Майдалы болған сайын тезірек пісетін болады. Сәбіздің де адам ағзасына пайдасы өте зор. Әсіресе көз ауруларының, яғни көзге керекті витаминдердің қайнар көзі. Ыдысымызға алма мен сәбізді салып, артынан су құятын боламыз. Судың мөлшерін құйған кезде сәбіз бен алмадан асуы қажет. Көбірек қоса берсеңіздер де болады, себебі қайнаған уақытта судың біраз мөлшері азайып кететін болады. Алма мен сәбізден асып тұрса болғаны. Артынан қант қосатын боламыз. Қанттың мөлшерін де өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша қосасыздар. Мен бұл жерде 220 граммдай қант қостым. Бетін жауып қайнатамыз. Қайнаған сәттен бастап отты баяу отқа қойып, сәбіз піскенше қайнататын боламыз. Шамамен 40-45 минуттан кейін сәбіз жұмсарғаннан кейін отты өшіріп, блендердің көмегімен езіп шығатын боламыз. Менде қоюлы болғандықтан тағы да қайнаған судан құйып шықтым. Судың мөлшерін өздеріңіздің, яғни қалауларыңыз бойынша құясыздар. Сұйығырақ болғанын қаласаңыздар көбірек құясыздар. Мен дәл осындай сұйықтықта жасадым. Бұдан да сұйық болғанын қаласаңыздар суды көбірек қоса беріңіздер. Егер қанты азырақ болып көрінсе, тағы да қоссаңыздар болады. Осымен біздің пайдалы шырын дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер видео сіздерге ұнаса, комментарий қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздерге ас болсын.